Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көрсеткіштік функция, оның қасиеттері мен графигі. Яғни бүгінгі сабағымда осы тақырыпқа есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда 12-де 9-шы есептен бастайық. Бізде бұл есепте айтады, y тең f от x және y тең g от x функциялары графиктерінің қиылысу нүктелерін графиктік тәсілмен көрсетіңдер. Қараңдар, біз онда 12-де 9-шы есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізде f от x тең 3-тің x дәрежесі көрсеткіштік функция және g от x тең 3x деген сызықтық функция берілген. Осы екі функцияның графиктерінің қиылысу нүктесін бізде айтады графиктік тәсілмен шешіңдер дейді. Яғни бізде олардың графиктерін сызу арқылы шығаруымыз керек. Алдымен қараңдар, бұл екі функцияның біз графиктерін сызып аламыз. Ол үшін біз не істейміз? Кесте құрамыз. Бірінші мен f от x функциясының графигін сызып алайын. 3-тің x дәрежесі функциясының. Ол үшін кесте құрамыз. Кестеде x-ға мән беріп, соған сәйкес не істейміз? Y-ті табамыз. X-ға мән беріп, f от x табамыз. Яғни y табамыз. Бізде минус 2-ден бастап бере берейін. Минус 2, минус 1, 0, 1, 2. 3-ті де берсек болады. Енді қараңдар. 3-тің x дәрежесі, 3-тің x дәрежесі функциясы бізде 3-тің минус 2 дәрежесі болады. Бірінші x-тің орнына минус 2-ні қойған кезде. Бұл дегеніміз 1 бөлінген 3-тің 2 дәрежесі болады, яғни 1 бөлінген 9 болады. Ал минус 3-ті беретін болсақ, 1 бөлінген 3-тің 3 дәрежесі бұл 1 бөлінген 27 болады. Яғни бізде минус 3-ті берген кезде 1 бөлінген 27. Минусты 1-ді берсек, 1 болады да 1 бөлінген ол не болады? 3 болады. Ал 0-ді қоятын болсақ, кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ді береді. 1 дәреже болса 3-тің өзі, 2 дәреже болса мына жерде 9, 3 дәреже болса 27-ні береді. Енді осыны не істейміз? Мына координаталық жазықтыққа белгілеп аламыз. Минус 3 қойған кезде 27-ден 1. Минус 3-те 27-ден 1. Ол бізде мына 0 мен 1-дің арасында бірлік кесіні теңдей 27-ге бөліп, соның біреуін аламыз. Ол өте кішкентай бөлік, иә? Енді қараңдар, одан кейін минус 2 қойған кезде 9-дан 1. Ол 9 теңдей 9-ға бөліп, 9-дан 1 бөлігін аламыз. Минус 1 қойғанда 3-тен 1. Теңдей 3-ке бөліп, 3-тен 1 бөлігін аламыз. 0 қойған кезде 1, 1 қойған кезде 3, 2 қойған кезде 9, 3 қойған кезде ары қарай 27 бізде сыймайды, кете береді. Сонда график бізде не істеп жатыр? Міне былай келіп, міне былай кетіп жатыр. Ары қарай 27-ге дейін барады. Міне бұл бізде y тең f от x тең 3-тің x дәрежесі функциясының графигі. Ал енді мен 3x функциясының графигін салайық. X-қа минус 2 қой, минус 3 қойған кезде бұл жерге минус 3 қойғанда минус 9 болады. Ал минус 2 қойған кезде 3-ті минус 2-ке көбейтетін болсақ, бізде мынандай 3-ті минус 2-ке көбейтетін болсақ, минус 6 шығады. Минус 1 қойсақ, 3-ті минус 1-ге көбейтсек енді, минус 3-тің өзі болады. 0 болса 0 болады. 1 қойсақ, 3-тің өзі, 2-ге көбейтсек 6, не керек? 3-ге көбейтсек 9 шығады. Сонда қараңдар, минус 3-те минус 9 ол пәске қарай кетеді екен, ол бізде сыймай тұр. Минус 2 қойған кезде минус 6, иә, міне. Мына жер минус 4, минус 5, минус 6. Мына нүкте. Ал минус 1 берген кезде минус 3 мына нүкте. 0 қойғанда 0, 1 қойғанда плюс 3, 2 қойған кезде плюс 6, 3 қойған кезде плюс 9, мына нүкте кете береді. Сонда бұл функцияның графигін істеп жатыр, міне былай кеп жатыр. Кетіп жатыр. Сонда қараңдар, екі функцияның графигі бізде қараңдар, 1-де 3 нүктесінде қиылысып тұр. Сонда қиылысу нүктесін біз А нүктесі деп алатын болсақ, А нүктесінің координатасы 1-де 3 болып тұр. Міне бізде осы нүктеде не істеп тұр екен? Қиылысып тұр екен. Ал енді қараңдар, бізде екіншісінде f от x тең 6-1-дің x дәрежесі және g от x тең x квадрат деген функциялар берілген. Осы функциялардың графиктерінің бізге айтады қиылысу нүктесін, яғни бізде график тәсілмен шығарыңдар. График тәсілмен шығару үшін олардың графиктерін сызып, сол графиктен біз не істейміз? Көреміз олардың
қиылысу нүктелерін. Мына есеп сияқты. Бұны біз шығарып қойдық. Енді мен екіншісін шығарып көрсетейін деп жатырмын. Енді қараңдар, бізде оны шығару үшін біз не істейміз? Бұл ненің біз графигін сызамыз. X-ға мән береміз да, соған сәйкес Y-ді табамыз. X-ға мән беріп Y табамыз. X-ға минус 3-тен бастап берейін. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Енді қараңдар, минус 3 қойған кезде бізде мынандай міне 6-дан 1-дің минус 3 дәрежесі дегеніміз ол бізде санның минус дәрежесін плюс дәрежеге айналдырып алу үшін бөлшектің алымы мен бөлімін орнына ауыстырып плюс дәреже деп жазуға болады. Сонда 6 бөлінген 1 бұл бізде 6 болады. 6-ның 3 дәрежесі 216 болады. 216. Ал минус 2 қойған кезде мына жер 2 дәреже болады да 6-ның 2 дәрежесі бізде 36 шығады. Минус 1 қойған кезде 6, 0 қойған кезде 1, кез келген санның 0 дәрежесі 1. Ал 6-дан 1-дің бізде 6-дан 1-дің 1 дәрежесі болса, ол 6-дан 1-дің өзін береді. 2 дәрежесі 36-дан 1-ді береді. 3 дәрежесі 216-дан 1-ді береді. Енді осыны не істейміз? Координаталық жазықтыққа сызып аламыз. Жер X, Y, Y өсі мына O нүктесі. 1, 2, 3, 4, минус 1, минус 2, минус 3. Қараңдар, минус 3 қойған кезде 216 ол сыймайды бізде, иә? Себебі дәптеріміз кішкентай ғана. Оны белгілемей ақ қояйын. Минус 2 қойған кезде 36, 36-та бізде сыймайды, ол жоғарыда. Ал минус 1 қойған кезде плюс 6 болады. Мынау 3, мына жер 6. Мына нүкте. 0 қойған кезде 1, мына нүкте. 1 қойған кезде 6-дан 1. Мына жер. 2 қойған кезде 36-дан 1, ол вообще мына жаққа жақын, бірақ тиіп қалмайды, оны біз бұлай көре алмаймыз. Мына 3 қойған кезде 216-дан 1 болып тұр. Сонда бізде ол өте кішкентай нүкте болып тұр. Мына график не істеп жатыр? Міне былай келеді да, міне былай кетіп жатыр. Жақындай береді, бірақ ешқашан мына X өсте тиіп қалмайды. Енді қараңдар, біз бұл Y-ден, яғни бізде 6-дан 1-дің X дәрежесі функциясының графигі. Енді біз екінші функцияның графигін сызайық. Бұл бізде қандай функция? Квадратты функция, иә? Y, екінші функциямыз, яғни Y-ге деп қойын. X-ға минус 2, минус 3, жаңағыдай минус 1, 0, 1, 2 деген 3 деген мәндер береміз. X-ға минус 3 қоятын болсақ, минус 3. Минус 3-тің 2 дәрежесі қараңдар. Минус 3-тің бізде 2 дәрежесі, минус санның дәрежесі жұп болса, плюс болады да, не керек? 9 шығады. Ал енді минус 2 қойсақ, минус 2-ның 2 дәрежесі 4 болады. 1-дің 2 дәрежесі 1 болады, 0-дің 2 дәрежесі 0 болады, 1-дікі 1, 2-нікі 4, 3-дікі 9 шығады. Осы нүктелер белгілейміз. 3 қойған кезде плюс 9, иә? 9, мына 6 болса, 9 мына жер. 3 қойған кезде 9. 2 қойған кезде не болып тұр? 2 қойған кезде 4 болып тұр. Мына нүкте. Ал минус 1 қойған кезде плюс 1 болып тұр. 0 қойған кезде 0 болып тұр. 1 қойған кезде плюс 1 болып тұр. 2 қойған кезде 4 болып тұр. 3 қойған кезде не болып тұр? 9 болып тұр. График не істеп жатыр? Былай келіп жатыр. Мына жерлерде қиылысып жатыр. Мына нүктелерде қиылысып жатыр. Бұл бізде ровно бір мән емес, жобалап, иә? Бұл нүктеміз міне 0,6-дан 0,16 ма сондай болып тұр. Мына нүктеміз. Қарасандар болады, жобалап, мына нүктеміз бізде X-ымыз 0,6-да, Y-ымыз да сол жобалап 0,6-да болып тұр. O нүктені мен A нүктесі дейтін болсам, A нүктесі жобалап, анық емес дейін 0,6-да 0,6 болып тұр. Осылай мына қиылысу нүктесін тауып қойсаңдар болды. Нүкте қып белгілеп. 12-де 10-шы есеп. Y-тен A-ның X дәрежесі функциясының графигін қарапайым түрлендірулерді қолданып, Y-тен J X функциясының графигін салыңдар.
Ал енді қараңдар, 12-де 10-шы есепте айтады бізде, y тең аның x дәрежесі функциясының графигін пайдаланып, мына функцияның графигін сал дейді. Мен біріншісін шығарып көрсетейін деп жатырмын. Яғни бұл функцияның графигін салу үшін біз бірінші не істеуіміз керек? Y тең 2-ден 1-дің x дәрежесі функциясының графигін салып алуымыз керек. Оны біз одан кейін y тең 2-ден 1-дің x дәрежесі минус 2 функциясының графигіне түрлендіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші координаталық жазықтығын сызып аламыз. Міне біз координаталық жазықтығын сызып алдық. Енді біз кесте құру арқылы бірінші біз не істейміз? X-ға мән беріп, соған сәйкес y мәнін тауып, біз бірінші мына функцияның графигін саламыз. Бірінші функцияның графигін. X-ға минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3 деген мәндер береміз. Минус 3 қоятын болсақ, қараңдар, 2-ден 1-дің бізде минус 3 дәрежесі. Бізде бөлшектің минус дәрежесін біз плюс дәрежеге айналдыру үшін бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстырамыз да, плюс дәреже қылып жазып аламыз. Енді қараңдар, 2 бөлінген 1 бізде 2-ні береді. 2-ның 3 дәрежесі бізде нені береді? 8-ді береді. Ал дәл осының орнында бізде 2 минус 2 болатын болса, ол 2 болады да, ол 4 болады. Ал минус 1 болған кезде ол 1 дәреже болады, 2-ның өзі болады. 0 дәреже, кез келген санның 0 дәрежесі бізде нені береді? 1-ді береді. Ал 2-ден 1-дің бізде қараңдар, енді 1 дәрежесі болса 2-ден 1-дің өзін, 2 дәрежесі болса 4-ден 1, 3 дәрежесі болатын болса 8-ден 1-ді береді. Енді осыны координаталық жазықтыққа сызып аламыз. Минус 3 қойған кезде плюс 8. Минус 3-те плюс 8 міне мына нүкте. Ал минус 2-де плюс 4. Мына нүкте. Ал минус 1-де плюс 2. 0-де 1. 1-де 2-ден 1 ортасы, 2-де 4-ден 1, 3-де есе 8-ден 1. График не істейді? Бұлай келеді міне. Бұлай келіп, бұлай кетіп жатыр. Мынау бізде ешқашан мына ой сөзіне тиіп қалмайды. Жақындай береді, тиіп қалмайды. Міне бұл бізде мына функцияның графигі. Енді біз оны мынаған түрлендіру үшін бізде минус 2, яғни 2 азайтылып тұрма, біз 2 бірлік төмен түсіреміз. Ал 2 функцияға 2 қосылып тұрса, 2 бірлік жоғары жазамыз. Қанша қосылып тұр, сонша бірлік жоғары, қанша азайтылып тұр, сонша бірлік төмен түсіреміз. 2 бірлік төмен түсірген кезде мына нүкте мына жерге келеді, мына нүкте мынаған келеді, мына нүктеміз мына 0-ге келеді ол, мынау минус 1-ге барады, мынау есе мына 2-ден 1, мынау одан сәл 4-ден 1, мынау есе мына жерге жақындайды. Барлық нүктеміз 2 бірлік төмен түседі екен. Сонда бұның графигін сызатын болса, қараңдар, міне бұл бұлай келіп, істеп жатыр. Бұлай кетіп жатыр. Мынау ешқашан мына минус 2 деген нүктеге тиіп қалмайды. Мына түзуге ешқашан тимейді график. Осы түзуге тимейді. Міне біз графигін сызып алдық. Бірінші біз не істедік? Мына функция бізде y тең 2-ден 1-дің x дәрежесі функциясы. Оны біз не істедік? Кейін y тең 2-ден 1-дің x дәрежесі минус 2 функциясына түрлендірдік. Міне түрлендіру жасау арқылы функцияның графигін салдық. Ал енді қараңдар, 12-де 10-шы есептің мен үшіншісін шығарып көрсетейін. Үшіншісінде бізде j x тең 2,5-дің x минус 1 дәрежесі қосылған 2 функциясы беріліпті. Бұл функцияның графигін салу үшін бірінші біз не істейміз? Y тең 2,5-дің x дәрежесі функциясының графигін саламыз. Оны біз екінші y тең 2,5-дің x минус 1 дәрежесі функциясының графигіне түрлендіреміз. Үшінші біз y тең 2,5-дің x минус 1 дәрежесі қосылған 2 функциясының графигіне түрлендіреміз. Бірінші не істейді екенбіз? Бірінші функцияның графигін салып алады екенбіз. Оны кесте құру арқылы саламыз. X-ға мән береміз, соған сәйкес y табамыз. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Минус 3-ті қоямыз. 2,5-дің бізде минус 3 дәрежесі. Сонда бізде, қараңдар, 2,5-дің бізде не болып тұр? Минус 3 дәрежесі болып тұр, 2,5-дің 3 дәрежесі деген жаңағыдай 5 бөлінген 2 деп алатын болсақ, бұны біз 2,5, бұның 3 дәрежесі болса, ол дегеніміз минус 3 дәрежесі,
ол не істейді, орны ауысады да, бөлшектің алым мен бөлімнің орны ауысып кетеді да. Бұл дегеніміз 2 бөлінген 5-тің плюс 3 дәрежесі болады. 2 бөлінген 5-тің плюс 3 дәрежесі дегеніміз мынау 125, мынау 8 деген сөз. Сонда 125-те 8 болып тұр. Ал дәл осының орнында минус 2 болған кезде мына жер 2 болады да, ол 25-тен 4 болады. Минус 1 болған кезде 1 болады да, ол 5-тен 4, 5-тен 2-нің өзі болады. 0 қойған кезде 1 болады, 1 қойған кезде 2,5-тің өзі болады. 2 қойған кезде не болады? 6,25 болады. 3 қойған кезде бізде 125 бөлінген 8 болады. 125-ті 8-ге бөлетін болсақ, не керек? Бізде 15 бүтін бір нәрсе шығады. 15 бүтін 8-ден 5 шығады екен. Бұны бізде кесте құрып алдық. Енді осыны координаталық жазықтығына сызамыз. Минус 3 қойған кезде 125-тен 8. Ол деген мына бірлік кесінің теңге 125-ге бөліп, соның 8-ін ал деген сөз. Ол өте мына минус 3-ке жақын нүкте. Ал минус 2 қойған кезде 25-тен 4. 25-ге бөліп, соның 4 бөлігін ал деген сөз. 5-тен 2 бөлік одан кейін. Ал 0 қойған кезде 1 болады. 1 қойған кезде 2,5 болады міне. 2 қойған кезде 6,125 болады. 6-ға барады. 125 одан кейін бірлік кесін теңдей 4-тен 1 бөлігін алады. 3 қойған кезде 15 бүтін. Сонда мына 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 болса, 15-тен артық сан болады. 3 қойған кезде жоғалады мына жерлер. Міне біз осының графигін естейміз, сызып аламыз. Бірінші. Енді қараңдар, біз міне графигін сызып алдық, я? Енді бізге бұл бірінші функцияның графигі. Енді біз осыны мына функцияның графигіне түрленdiруіміз керек. Қараңдар, бұл кезде аргументтен бір азайтылып тұр, я? Бір азайтылса, бізде оңға қарай жылжытамыз бұл кезде. Ал қосылып тұрса, солға қарай жылжытамыз. Бізде азайтылып тұр, сол үшін барлық нүкте оңға қарай жылжиды. Мына нүкте мына жерге барады, мына нүкте мына жерге барады, мына нүктемізде мына жерге барады. Барлық нүкте бір бірлік оңға қарай жылжиды. Мынау мына жерге келеді, мынау мына жерге барады. Не керек? Жақын былай қарап кете береді. Сонда бұл сызығымыз міне былай келіп, дәл осылай кетеді. Енді қараңдар, бізде бұл мына екінші функцияның графигі. Енді біз оны y-тен 2,5-ның x минус 1 дәрежесі қосылған 2 функциясына түрлендірген кезде, ол кезде плюс 2, жаңа айттым, функцияға 2 қосылып тұрса 2 бірлік жоғары, ал азайтылып тұрса 2 бірлік төмен түсіреді, я? Қанша қосылып тұр, сонша бірлік жоғары, сонша бірлік төмен түсіре береміз. Сонда мына нүкте міне 2 бірлік жоғары, мына жерге барады. Одан кейінгіміз, мына жердегі нүктеміз мына жерге, мына өсе мына жерге барады. Мына нүктеміз есе 2 бірлік жоғары жылжып мына жерге барады. Мынау есе, қараңдар, бұл да 2 бірлік жоғары жылжиды, 2,15, 3,15, 4,15-ге барады. Мынау да дәл сондай, міне, бұлай жылжи береді. Мынау да дәл сөйтіп мына жоғары жылжиды. График. Мына нүктеміз мына жерге. Сонда қараңдар, функцияның графигі не істейді? Бұлай келіп, міне, бұлай не істеп жатыр? Кетіп жатыр. Ары қарай кетеді. Негізі үлкендеу дәптерге сызсаң, анық болып көрініп шығады. Арасын 2 клетка қыласақ, бұл бізде мына 2 нүктесі ешқашан тимейді, мына өске. Яғни қараңдар, бірінші тұрған функциямыз y-тен бізде 2,5-ның x дәрежесі функциясы. Одан кейін мына сызығымыз десе y-тен 2,5-ның x минус 1 дәрежесі функциясының графигі. Ол бізде мына қара функциямыз десе y-тен 2,5-ның x минус 1 дәрежесі қосылған 2 функциясының графигі болып тұр. Сонда бізде мына соңғы функцияның графигі мынау болып тұр. Яғни біз 3 рет түрлендіру, яғни 3 рет параллель көшіру арқылы біз берілген функцияның графигін сыздық. Қалған екеуінде өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақтар түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.